Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында магазиннің тушенкасы сияқты болып пісетін өте дәмді тушенкалар дайындайтын боламыз. Тушенканы духовкада және банкада пісіретін боламыз. Банкамыз ешқандай да сынып немесе жарылып кетпейді. Тек бір-екі ұстанатын ережені ұстап отырсаңыз, сізде де осындай керемет тушенкалар шығады. Ең алдымен бізге осындай сиыр еті қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етімізді орташа қалыңдықта кішкене ірілеп турап аламыз. Каналымда шығып тұратын дәмді әрі пайдалы рецепттерді беріп алмас үшін каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осылай барлығын турап алғаннан кейін бөлек бір ыдысымызға саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде тек қара кесек емес, еттің өзінен де кішкене май араласқан жерлерінен де турадым. Қойдың құйрық майынан да аздап турап, осы етіміздің үстінен кішкене қосамыз. Етке дәм беріп тұру үшін бір дана лавр жапырағын осылай майдалап турап қосып жібереміз. Бір-екі тісше сарымсақты қосуға да болады. Ал енді дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыштан да аздап қосамыз. Сиыр етіне арналған дәмдеуіштен де кішкене қостым, бірақ бұл міндетті емес, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап дәмдеуіштер мен тұзы сіңгенше араластырып шығамыз. Етіміз осымен дайын. Ал енді бізге осындай 1 литрлік немесе жарты литрлік банкілер қажет. Банкамыздың ішіне бірінші 2 дана лавр жапырағын және ірі қара бұрыштан да кішкене саламыз. Және турап алған етімізді банканың бетіне дейін қатты толтырмай салып шығамыз. Еттің үстінен кішкене басып, жаңағы турап алған құйрық майымыздан бетіне саламыз. Екінші банкамызға да дәл осылай салып шығамыз. Етті салып болғаннан кейін банкаларымыздың бетін осылай фольгамен жауып шығамыз. Банкаларымызды осылай дайындап алдық. Ал енді формамыздың үстінен жарты пачка тұз сеуіп, осылай тегістеп, осы тұздың үстіне банкамызды қоямыз. Қойғаннан кейін басты назарда ұстайтын нәрсе, біз духовканы алдын ала қыздырмаймыз. Осылай салқын пешке салғаннан кейін ғана барып 180 градусқа пешті қосамыз. Тушенкаларымызды 180 градуста 2 сағаттай пісіріп аламыз. 2 сағаттың ішінде біздің тушенкаларымыз толықтай пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай етіміз кішкене басылып, майы да әдемі болып шыққан. Ал енді піскеннен кейін тарелкамызға саламыз. Осылай құр өзін ұсынсаңыз да, немесе кез келген гарнирмен ұсынсаңыз да болады. Біздің тушенкамыз тәбет ашарлықтай өте керемет болып пісіп шыққан. Дәмі аузыңызда еритін болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай тушенкамыз жұп-жұмсақ, магазиндікінен ешбір кем емес, тіпті артық десек те болады. Осылай алдын ала пісіріп қойып, тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.